Бүгін біз глютенсіз крекел дайындаймыз. Ол үшін бізге күріш, ноқат ұны, су, кокос майы, тұз керек. Бір ыдыста құрғақ заттарды араластырамыз. Корица қоссақ та болады. Үстіне кокос майы немесе зәйтүн майын құямыз. Суды құйып араластырамыз. Біздің парақшаға жазылып қойыңыздар. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Қамырымыз орташа жұмсақ болады. Бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Оқтаумен жайып кесеміз. Мен түтпір қылып кестім. Вилкамен жақсылап кесіп шығамыз. 180 градуста пісіреміз. Менің крекерім ұнаса лайк басыңыздар.